Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау Мәскеу кітап дүкенінде сатылып жатқан кітап авторы Дмитрий Верхотуров деген. Казахский геноцид, которого не было деп аталады екен. Бұл кітапта автордың жазуы бойынша геноцид болмаған екен, қазақтарды қырмаған екен Совет өкіметі. Мына кітаптың артында жазылған жазу. Автор, крупный специалист по истории СССР сталинского периода, доказывает в своей книге тезис, что голод КАЗ-СССР в 1932-1933 годах организовали баи, дейді. В доказательство приводится обширный архивный материал, собранный им в архивах России и Казахстана, редкие социально-экономические исследования кочевых аулов. В книге опровергается с опорой на статистику и расчеты утверждения о том, что от голода погибли миллионы казахов. Автор приводит свою оценку потерь от голода не более 650 тысяч человек. Миф о голодоморе в Казахстане не только глубоко искажает историю советского Казахстана, но и клевещет на казахов как на нацию. Бұл кітап туралы айтатын болсақ, мен бұл кітапты оқыған емеспін, оқығым да келіп тұрған жоқ. Бұл кітап қып-қызыл өтірік. Автордың айтуы бойынша ешқандай қазақтарға геноцид болған емес дейді. Қазақтар 4 миллион емес, 650 мыңдай қазақ қана қырылған дейді. Қазақты қырған кеңес үкімет емес, қазақтың байлары деп жазған екен. Ол туралы айтатын болсақ, байлар қазақты қыруы мүмкін емес, себебі бір бай бір ауылды бағып отырған. Тарихымызға үңілсек, ол ауылда өзінің рулас ағайындары тұрған. Байлар өзінің халқын қыруы мүмкін емес. Жалпы кеңес үкіметі бізге байларды бір оңбаған жексұрын адам қып миымызға құйды. Содан бері мысалға бұрын ата-бабаларымыз есімдеріне бай деген тіркес жалғайтын. Қазір сол бай деген тіркесті қоспайтын да болды қазақтар. Мысалға Темірбай, Мырзабай деген сияқты есімдер болатын бұрын. Қазір ондай есімдер жоқтың қасы. Жалпы ерлі зайыпты адамдар қазақтарда байым қатыным деп сөйлеген. Қазір бай мен қатынды бір дөрекі жаман сөз сияқты көретін болды қазақтар. Ол да жаңағы кеңес үкіметінің пропагандасы. Сол себептен осындай біздің тарихымызды бұрмалаушылық Ресей тарапынан бар. Ресейдің Мәскеу қаласындағы кітап дүкендерінде осындай кітаптар сатылады екен.